Бүгінгі сабағымызда шығыс елдеріндегі еуропалықтардың отаршылдық саясаты тақырыбын қарастыратын боламыз. Жалпы еуропалықтар шығысты отарлау негізінен үш кезеңге бөліп қарастырылады. Олар бізде ең бірінші отаршылдық басталу және себептеріне тоқталатын болсақ, отаршылдық, яғни отарлау жүйесі батыс мемлекеттерінің шығыс мемлекеттерін отарлауын қарастырамыз. Ең бірінші себеп олар экономикалық жағынан, яғни батыс шығыстың экономикалық мүдделеріне басты назар аударған болатын. Ең алдымен ресурстарға қол жеткізу және жаңа табыстарды, нарықтарды табу мәселесі. Ол бізде экономикалық себеп болды. Екіншісі саяси жағынан империялық бәсекелестік, яғни Англия, мысалға Англия мен Францияны салыстыратын болсақ, Англия шығысты отарлау барысында тек қана Англия ғана емес, көрші жатқан Франция, Голландия және басқа да мемлекеттер шығысты отарлау мәселесіне бәсекелестікке түскен болатын. Үшіншісі, бізде мәдени сала жөнінде, яғни еуропалық құндылықтарды шығыс мемлекеттеріне тарату мәселесі бойынша жүргізілген болатын. Ең бастысы бұлар жер, яғни капиталдық өндірісті ресурстарды өздерінің қолдарына шоғырландыру мәселесі бойынша. Еуропалық державалардың Азияға ықпал ету жолдары, ол басында да жаңа айтып өттім, үш негізгі мәселе бойынша жүргізілді. Ең бірінші еуропалықтар шығысты отарлау кезінде ең бірінші сатысы ол сауда саттық арқылы жүргізді. Ең бастысы, екіншісі әскери күш және үшіншісі дипломатия арқылы отарлау саясаттарын жүргізген болатын. Үш кезең ол бірінші әрине өндірістік капитал ретінде жүргізілді. Өндірістік капитал 18 ғасырдың екінші жартысынан 19 ғасырдың сонына дейін жүргізілген отаршылдық саясат ол капитал ретінде жүргізді. Одан алдын 16 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың ортасына дейін ең бірінші олар сауда отаршылдығын жүргізген болатын. Сауда отаршылдығы кезінде олар шығыс елдерінің алтын, күмісі, жібек, тоқыма сияқты көптеген бұйымдары батыс мемлекеттерін қызықтырған болатын. Осы сауда отаршылдығынан кейін олар капиталдық отаршылдыққа қарай өткен болатын. Кейін 19 ғасырдың соңынан бастап олар үшінші кезеңі монополистік өндіріс жүйесіне қарай өткен болатын. Яғни отар елдердің метрополия тәуелділігін арттыру мәселесі қолға алынған болатын. Яғни бұл жерде ең бірінші бізде сауда арқылы отарлау жүргізілді, екіншісі капиталдық отарлау, үшіншісі монополиялық отарлау мәселесі жүргізілген болатын. Енді бізде ең бірінші сауда саттық, яғни сауда отаршылдығы, ол бізде 15 ғасырдың соңы мен 16 ғасырларда жүргізілген. Ең бірінші еуропалықтардың ішінде шығысты отарлауды бастаған мемлекеттер, олар бізде испандықтар және де португалдар. Осы екі мемлекет бізде еуропалық мемлекеттердің ішінде шығысты ең алғаш отарлағандардың қатарына жатқызылады. Одан кейін бұл мемлекеттерде бізде Африка мемлекеттерін, одан кейін Азияны және де Солтүстік Американы отарлаған болатын. Отарлаған мемлекеттер олар бізде 15 ғасыр мен 16 ғасырда испандықтар мен португалдықтар. Одан кейін испандықтар, португалдықтар отарлау кезінде олардың орнын басқа мемлекеттер үшеу болған болатын. Олар голландықтар, яғни нидерландылықтар, одан кейін Англия, үшінші мемлекет бізде Франция. Бұл мемлекеттер бізде шығысты отарлау кезінде бір-бірімен бәсекеге түскен болатын. Осы бәсекелес үш мемлекет шығысқа, Африкаға, Үндістанға, Азияның оңтүстік шығысына теңіз жолдарын салып, олар ең басты жаңалықтары Австралияны ашқан болатын. Осы Австралияны ашу арқылы үш мемлекет
бір-бірімен бәсекеге түсу қабілеттерін саудада болсын, капиталдық жағынан өте мықты бәсеке болған болатын. Ал осы үш мемлекеттің ішіндегі ең ірі бәсекеге қабілетті және көрші мемлекеттердің ішіндегі капиталы жақсы дамығаны ол бізде әрине Англия болған болатын. Келесі, Англия ең жақсы, ең көп күш салған отар жері олар Үндістан болған болатын. Осы Үндістан жерін отарлау барысында Франция мемлекетімен олар 7 жылдық соғыс жүргізген болатын. Яғни 1756 жылдан 1763 жылға дейін 7 жылдық соғыстың нәтижесінде Англия Францияны жеңіп, Үндістан жерінде өздерінің генерал-губернаторлықтарын басқару жүйесін енгізеді, және де ол жерде Ост-Үнді компаниясын жүргізген болатын. Ост-Үнді компаниясы 1600 жылы құрылған болатын. Ост-Үнді компаниясы бізде мемлекет ішіндегі мемлекет болған болатын. Және Шығыс Үндістандағы Ост-Үнді компаниясының алғашқы бекінісі ол бізде Форт Уильям бекінісі болған болатын. Енді бізде тек қана шығысты отарлау кезінде Англия, Испания, Португалия, Франция, голландықтар ғана емес, сонымен қатар шығысты отарлау кезіндегі бәсекеге қабілетті және отарлау жүйесіне өзінің көңіл бөле бастаған мемлекет Ресей империясы болған болатын. Осы орыстар бізде ең алдыменен Сібірді егеріп, Тынық мұхитына қарай шыққан болатын. Тынық мұхитына шығу арқылы бұлар өздерінің Англия, Францияға қарсы бәсекелестік дәрежесіне дейін ақырындап көтеріле бастайды. Сонымен қоса бізде дүние жүзін айналып шығу саяхаты Фернан Магеллан бастаған болатын. Енді еуропалықтардың шығысты отарлау кезінде шығыс мемлекеттері Еуропаға қарсы саясат жүргізген болатын. Ол саясаты жабық есік саясаты болған болатын. Яғни жат жерліктерге өздерінің жерлеріне кіргізбеу, тауарларын болсын, адамдарды болсын, кіргізбеу саясатын жүргізген болатын. Ол саясатты тарихта жабық есік саясаты деп аталады. Жабық есік саясатын шығыста 4 мемлекет жүргізген болатын. Олар бізде бірінші Қытай, Жапония, Корея және Тайвань. Осы мемлекеттер жабық есік саясатын ұстанған мемлекеттер қатарына жатқызылады. Одан кейін Европа мемлекеттері шығыс мемлекеттерін отарлау кезінде тек қана өздерінің сауда-саттық жағынан ғана емес, мәдениет жағына қарай да өздерінің көңілдерін бөлген болатын. Осы мәдениет саласына көңіл бөлу барысында жалпы Европа мемлекеттері өздерінің мәдениеттерін шығысқа енгізу туралы өздерінің саясатын бірге ұстанған болатын. Сол ұстану барысында Европа басқа халықтарға үлгі болады деген түсінік бізде еуроцентристік немесе Европаға табыну ұғымын қалыптастырған болатын. Бұдан нені байқаймыз? Бұдан еуропалықтардың шығысты отарлау кезінде тек қана қарудың күшімен ғана емес, мәдениет саласына да өздерінің көңілдерін бөлгендігін байқауымызға болады. Отарлық иеліктерге тоқталайық енді. Европа мемлекеттері шығысты отарлады. Отарлаған кезде олар өздерінің иеліктерін қалыптастырады. Осы, яғни Англия бір территорияланады, одан кейін Франция, Голландия, сол иеліктер қандай шығыс мемлекеттері Европаның қандай мемлекеттерінде болғандығын қарастырамыз. Отарлық иеліктердің ішіндегі бізде 17 ғасырдың басынан бастап бізде Солтүстік Америка аумағында, Индонезияда, Цейлон аралдарында, яғни Шри-Ланка аймақтарында, одан кейін Оңтүстік Америкада отарлық иеліктер қалыптасады. Батыс Европа мемлекеттерінің 17 ғасырдың басынан бастап. Бұл 4 жерде, яғни Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Индонезия,
Цейлон аралдары бізде Голландияның отары болған болатын 17 ғасырдың бас кезінде. Кейін Еуропа мемлекеттерінде мысалға Орыс Ресей империясы да өздерінің отарлық иеліктерін жүргізген болатын. Отарлық иелік кезінде Ресей Амурда өзені арқылы, мына жерде картада көрсетілгендей, Амур өзені ол екі мемлекеттің шекарасында орналасқан. Ол біріншісі Қытай, екіншісі Ресей. Осы екі мемлекеттің арасындағы Амур өзені арқылы бізде екі мемлекет арасында қақтығыс болады. Ол қақтығыс кейін 17 ғасырдың соңы мен 17 ғасырдың соңында Орыс-Қытай шекарасы Амур өзенінің бойы деп белгіленген болатын. Екі мемлекеттің арасында. Алғашқы орыс елді мекендері 1784 жылда бізде Аляскада құрылған болатын. 84 жылдан бастап. Кейін 19 ғасырда бірінші жартысынан бастап бізде Үндістанда, Иран жерлерінде, сонымен қатар Қытайда, Ауғанстан, яғни шығыс мәселесі деген саясат жүргізілген болатын. Бұны бізде еркін сауда принципі арқылы осы 4 жерге өздерінің саудаларын жүргізген болатын. Ол 19 ғасырдың бірінші жартысында. Осылай бізде бүгінгі сабағымызда еркін саудаға байланысты және батыс мемлекеттерінің шығыс мемлекеттерін отарлау туралы негізгі тақырыпты толық қарастырылды. Яғни бізде батыс Еуропа мемлекеттері шығысты отарлау кезінде ең бірінші отарлауды бастағандықтар, олар бізде испандықтар мен португалдықтар және де голландықтар. Осы Голландияны кейін Франция мен Англия өздерінің олардың дәрежесін төмен қарай түсіріп, өздерінің саясатын жүргізген болатын. Кейін бұларға шығыс мемлекеттерін отарлау кезінде Ресей империясы да қосылған болатын.